алдымызда әрине Виктор. Құрметті радио 7 толқын орындалды бүгін. Арманым орындалды. Сен лучше футболды ал, күресті қайтесің. Травма көп алады. Бір допты аласың, баланы жинайсың, болды деді. Болсын көлік тізгінде болсаңыздар, және бізді онлайн тыңдауға болады егінді. Иә, әрине. Инстаграм желімізде радио 7 KZ арқылы. Басында футзалдан облыстық деңгей өтеді, алла қаласа, оған сол өзіміздің облыстық Абай облысының мықтылары келеді. Бірінші орын кім алды, солармен жарысатын боламыз. Ол жерден жеңген команда республикаға барады. Біз үшін ол чемпионат Қазақстан. Оны ұтып келсең 5 жылға жетеді ғой бізге. Болды. Сабақ алады екенсің. Балалардың өзі ана жерде сабақ алды ғой. Ол кезде қандай қателіктер жібердік деп ойлайсыздар негізі? Ол жерде Шағын ақпаратқа кезек беріп алайықшы. Сосын жалғастырамыз, иә, осы әңгімені? Жалғастырамыз, ақырындап қорытындылаймыз. Әрине. Ол деп қой. Кеше жаздым ғой, Нуридин бауырым облыстан еркін күрестен чемпион болды. Менің ұлым еркін күрестен 2-ші орын алды облыстан. Чемпионат Қазақстанға дайындалып жатыр бұлар. Алла қаласа, оларға да сәттілік тілеймін. Енді ертеңгі жарысқа да сәттілік тілеймін. Біздің Алтынбек бауырыма рахмет, ұйымдастырып жатқан. Сол мақсатымыз сол, енді алдағы уақытта жұмысымыз жемісті болып, ешқандай травмасыз жарысымыз өтіп, алла қаласа үлкен шыңдарға жете берейік. Өз басымда үлкен жарыстарға қатысып, сол жарыстардан жеңіске жет. Ал енді құрметті радио 7 толқын ұжымы, сіздерге де жалпы туысқандарыма, ағаларыма, бауырларыма, әріптестеріме, класстастарыма, группаластарыма, достарыма, мені жақсы көретін барша жандарға және әйеліме қызметте баршасына тілейтінімін, осы жаңа күнде, жаңа жылда жандарыңызда жүрген жұбайларыңыз жүректерін жылытсын. Жұмыста жетістікке, жеңіске жетейік. Жаңа жобаларды жатырқамай жұртқа жариялайық. Жоқшылық жойылсын. Жалақымызды жақсылыққа ғана жұмсайық. Тек алда ғана қуанышты күндерде, жақсы күндерде еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жеңісті күндерде кездескенше. Ой, керемет. Мінекей, көрдіңіз бе? Радиоға да талпынысы бар тыңдарманымыз Медет мінекей бүгін арманын орындап жатыр. Осындай жылы сәлемдеме жолдап сіздерге радио арқылы, Тамаша эфир болды. Рахмет сұхбатыңыз үшін, керемет. Кезекті шағын ақпаратқа береміз. Тамаша бір әннен кейін біз Гүлнұр Балжан серік қыздары болып қайтып ораламыз. Рахмет.